Қалайсыңдар достар? Осы видеода Dragon Ball анимасының 8-ші сериясынан бастап 15-ші сериясына дейін аяқтайтын болам. Видео басталмай жатып арнаға тіркеліп ыңғайланып отырып алған болсаң, 피부ımda темекімді әкеп шешерсеңіз азанға шейін отыра берсем болады. мен бастаймын. Сонымен Гокулар 6-шы шарды табу үшін Прайфын қаласына келеді. Орай қашуға әрекет жасап, онысынан түк те шықпайды. Өйткені бұл сарайды демондар патшасы деп саналып кеткен Гюмао басқарады екен. Ямче-сама оларды біраз аңдыған соң кішкене тупойлау қызға кезігіп, оны талдырып тастайды. Гоку шарды алып келетінін айтып, сарайға ұшып кеткенде аяқ астынан әлгі Гюмао тап беріп, ұрлық түбі қорлық екенін айтады. Гоку бір заттың дұрыс емес екенін түсініп, қайта оралғанда Гюмаомен кездесіп қалады. Гигант өзіне таныс затты байқап, Гокудың астындағы болты мен қолындағы таяғын қайдан алғанын сұрайды. Гоку Черепаша Гермит пен Сонгахан деген екі шалдан алғанын айтады. Гигант қуанып кетіп, олар менің ұстазым болған деп жауап береді. Гигант ашкөз болып, жиналған қазынадан айырылып қалам ба деп қорқып, сарай маңына мәңгілік алау жағып, енді өз сарайына өзі де кіре алмай жүргенін айтады. Гигант Гокудан көмек сұрап, өзі Черепаша Гермитті 100 жылдан бері көрмегенін айтып, оны осында әкелуін өтінеді. Тек Черепаша Гермиттің ғана қабілеті отты сөндіруге жетеді екен. Гигант жолда өзінің қызы Чичиді ала кетуін айтып, Ямче-сама дәл сол қызды ренжітіп қойғаны есіне түсіп, Гиганттың қолынан өлгісі келмегендіктен ол да кетеді. Бірақ Гоку бірінші болып жетіп, Чичиді алып ұша жөнеледі. Жолда олар бірін-бірімен танысып, Гоку Тусамошты ұрғылап көріп, оның қыз баласы екендігін айтады. мәке сіз қатты кетіп барасыз мәке жотам остановись бэби. Теңізді басып өтіп, олар Черепаша Гермиттің үйіне келеді. Гоку мән-жайды түсіндіріп айтқан соң шал көмек беруге келседі, тек өзінің бір шарты бар екенін айтады. Алдыңғы видеодағы қыздың бөлкедешін 2 минут ойнатуын өтінеді. Гоку бірден келіскенін айтады, себебі оған похуй. Олар Прайфын қаласына келген соң гигант ұстазын көріп қуанады. Гокулар шалдың қойған шартын айтқанда, Бульма бірден қарсы екенін айтып, басына әдемі ой келген соң ол да келседі. Шал өзінің ең мықты стойкасына тұрып, Деймен жеңіп дейді. Осы жұмыс істеу керек. Ай сенді білдірме қыл енді бәрі саған сеніпті. Мен арықты ойлап түсіңдер, түсігенге нүртілепті. Білдірме қыл енді бірдеме. Гоку шалдың Расенганына басы кетіп қалып, ондай күшке ие болуға қанша уақыт керек екенін сұрайды. Гермит кемі 50 жыл керек екендігін түсіндіреді. Гоку оны 5 минутта үйреніп алады. Гермит вахуй болып қалады. Гигант оның Сонгаханның немересі екенін айтқанда, Гермит қуанып кетіп, атасының қайда екенін сұрайды. Гоку оның қайтыс болғандығын айтады. Гермиттің көңіл күйі түсіп кетеді. Гермит Гокуды ең мықты жауынгер етіп шығаратынын айтып, өз мектебіне шақырғанда, Гоку 7 шарды жинап біткен соң міндетті түрде баратынын айтады. Бульмалар қирандылардың арасынан драконный шарды табады. Бульманың шалға берген уәдесі болғандықтан, Бульманың уәдесін орындауға торай келісіп, шалға 2 минут емес 10 минут фарасын көрсетіп ойнатады. Шал мәз болып қалады. Гокулар олармен қоштасып, жолдарын жалғастырады. Олар белгісіз саңырау құлақтар қаласына келеді. Гоку көлікке бензин құйдыратынын айтып, Бульма бірнеше капсуламен үстіне дені дұрыс киім алу үшін дүкен аралап кетеді. Жол үстінде қала тұрғындары Бульмадан сескеніп, оған бір түрлі көз қараспен қарайды. Бульма дүкеннен салқын кола мен капсула алып болған соң, дүкен иесі одан бір тиын да алмай қояды. Дәл осы жағдай киім алмақшы болғанда да қайталанады. Гокулар қамданып жолға шыққалы тұрғанда, қоянның қалпағындағы 2 сарбаз сатушының алмасы дәмсіз болған үшін оны тепкілей бастайды. Халықтың берекетін қашырып, мазасын ала бастаған соң, Гокудың шатыры тая бастайды.
бастайды. Әлгілер Бульманы көріп оған қырыңдай бастағанда, Бульма адамдар менен неге қорықты екен десем, дәл сендердікіндей қалпақ таққаныма екен ғой деп, жігітім бар деп бұға кетуден бас тартады. Кроликтер калашын тақап қызды батылдық үшін атып тастайтынын айтқанда, Гоку оларды сабап тастап қаруларымен қоса төңкеріп тастайды. Әлгілер бастығына қоңырау шалып осында келуін өтінеді. Адамдардың бәрі үйлеріне кіріп кетіп есіктерін кілттеп тас қылады. Кенет бір адам таза далбан екенсіңдер деп бастарына бәле тілеп алғанын айтады. Кобальттан семіз қоян түскенде әлгі таяқ жеп қалған чорттар Гокуларды нұсқап жібереді. Қоян оларға жақындап таныспадық па деп қолын созады. Бульма таныспайтынын айтып қоянның қолын қағып жібергенде кіп-кішкентай сәбізге айналып кетеді. Гоку не істедің қабақ дегенде қоян өзінің қолы тиген кез келген нәрсесін сәбізге айналдырып жіберетінін айтады. Гокудың шатыры тайып, Лонг кеттік дегенде Лонг жарайды деп қашып кетеді. Гоку сонда да жалғыз өзі қоянды айыратынын айтқанда, қоян жақындасаң досыңды қылғытып тастаймын деп айтып, Гоку амалсыздан тепкінің астына түседі. Ямче-сама бақылап тұрып, өзі Бульманы ұнатып қалғандай болып, қызға және маймыл Гокуға көмек берем деп шешіп, жоспар бойынша әрекет жасайды. Көмекші құсқа айналып сәбізді алып кетеді. Ямче-сама Гокуды тепкіден босатып, семіз қоянға ұмтылады. Олар сәбізге қояннан бұрын жеткенде, қоян оларды басынып, біріншіден ана сәбіз енді ешқашан адам кейпіне айналмайды, екіншіден мына досың да сәбізге айналады дегенде, көмекшінің өзі сол қоянға айналып кетіп, мен түрімнің өзі симпатия ғой. Не ұмыт? өзіңді сәбізге айналдырамын дегенде, Гоку сол сәтті пайдаланып, таяғын созып тұрып маңқ еткізеді. Қоян қорқып кетіп, оларды жайына қалдыратынын айтып, Бульманы қалпына келтіріп береді. Гоку жаза ретінде оларды таяғына байлап тастап, айға бірақ апарып тастайды. Гокулардың саяхаты әрімен жалғасады. Олар шөлге, яғни Адудудың сарайына жол тартады. Жол үстінде Бульма шарды толық етіп зинап болған соң, әлемдегі ең сұлу сері жігітті тілеймін дегенде, Лонг сенің ессіз арманыңа бола өлім аузында қалып жатыр деп екеуі айқайласып қалады. Адуду олардың келе жатқанын әлде қашан біліп, жоспар құрып қойған екен. Гокулардың көлігіне робот ракеталармен атқылап жарып тастап, шарларды алып кетіп қалады. Гоку оны қуа жөнелгенде уже кешігіп қалады. Бұл жағдайға Бульма мен Лонгтың таласып қалғандықтан шардан айырылып отыр. Лонг шарлар енді жоқ, енді арманыңдағы жігіт мен бола салайын дегенде ыстық чапалақ жеп қалады. Гоку қайта оралып құрқыл келгенде, Бульма осымен бәрінің біткеніне қайғырып жылағалы жатқанда, Гоку өзінде әлі бір шар бар екенін айтып, тілек орындалу үшін 7 шардың түгел болу керектігін айтады. Бульма әлі соңғы мүмкіндігі бар екеніне қуанып, көңілі жайына түседі. Олар айдалада Ақ-отауда қалып кеткен соң, оларға Ямче-сама келіп көмегін ұсынады. Адуду шар толық болмаған соң ашуланып отырғанда, картадан 7-ші шардың өзі келе жатқан соң, 7-ші шар Гокудың командасындағы біреуінде екеніне көзі жетеді. Гокулар қамалдың ішіне кіріп жүре бергенде, олар көптеген тұзақтан аман өтіп, соңында бәрібір тұзаққа түсіп қамалып қалады. Гоку мен Ямче-сама барлық күштерін небір деген техникасын қолданып көреді, бірақ қабырға берік болып, онысынан еш нәрсе шықпайды. Кенет Адудудың бейнесі Отау ТВ-ден көрініп, шарды маған берсеңдер қоя берем, ал егер оған көнбесеңдер осы жерде шіріп өлесіңдер дейді. Бульма оны балағаттап намысына тиеді. Сөзінің аяғында шешесінен кеткен соң, Адудудың шатыры тайып, оны қағалдына келіп шарды бересің ба дегенде тағы да жеп қалады. Адуду, қазір сен шарды бермесең ерніңнен шолп еткізем дегенде, бәрі жиіркеніп, Бульмаға сенің орныңда болсам ойланбай шарды лақтырып тастар едім дейді. Бульма жарайды, шолп еткіз, сомен дәлше не болады деп қышына бастайды. Адудудың өзі қорқып кетіп, мұндай қыздан бет аулақ деп келген жеріне апарып тастайды. Бөлме ішіне ұйықтатқыш газ жіберіп, олар талып қалған соң, драконный шарды алып жатып, Адудудың өзі де маска киюді ұмытып кетіп, ол да талып қалады. Адуду оянып айдаһарды шақыру үшін сыртқа шыққалы жатқанда, әлгі далбандар қабырғаны жабуды ұмытып кеткен болып, Гокулар оларды қуа жөнеледі. Сарайдың іші өте үлкен әрі тұзақ көп болған соң, олардан аман өткенімен де соңында бәрібір қамалып қалады. Адуду алаңсыз ортаға шығып айдаһарды шақырғалы жатқанда, Гоку кішкене саңылау жасап, Лонг пен көмекшіге
Адудуға кедергі жасауға ұшырып жібереді. Бірақ сонда да үлгермей қалып, алып Айдахардың пайда болуына жол беріп қояды. Гокулар бұған куә болып, Бульма мен Ямче-сама қатты қынжылып өздерін тастап қояды. Гоку қабырғаны бұзуға әрекетін тоқтатпайды. Адуду тілегін айтқалы тұрған соңғы сәтте Лонг ұмтылып команда үшін бір жақсылық болсын жасаймын деп, оларға кедергі жасап, әйелдің іш киімін қалаймын деп айғайлап жібереді. Айдахардың көзі жанып, тілегі орындалғанын айтып, аспаннан қалаған нәрсесі ұшып түседі. Ұялмайсың ба деген десе? Ұялып қалдым, жаман ұялып жатыр. Гоку уже қамалды бұзып шығады. Айдахар қайтадан 7 шарға айналып, әлемнің 7 түкпіріне таралып кетеді. Адуду құрған барлық жоспар тілегі тасталқан болып, оларды түгел өлтіретінін айтып, қуа жөнеледі. Гокудың қарны қатты ашқан соң, тіпті қозғалуға шамасы келмей құлап қалады. Тамақ жей алмай қалдым, шын айтсам ба, кеше сол киноны көріп алғаннан кейін ба. Кенет алдарынан бір топ қорқау шығып, оларды таламақшы болғанда, Ямче-сама отты тек от сөндіре алады деп Гокуды оларға лақтыра салады. Гоку оларды тамақ ретінде көріп, жан-жаққа шаша бастайды. Ямче-сама барынша тырысып, оларға қарсы тұрғанымен, Бульма өзінің көмекшісі тіпті Гокуда қолға түсіп қалып, берілуге тура келеді. Адуду оларды іші темірмен, сырты шынымен қапталған орынға қамап, өзіне кедергі болған үшін өлетінін айтады. Бұл шөлді жер болғандықтан ол жер өте ыстық болады. Ертең күннің ыстығы оларды айна арқылы шыжғырып тастайтынын айтып, қарқылдап күледі. Бульма өзінің күннен қорғайтын кремін алмағанын айтқанда, Лонг далбансың ба деп, сен загар алып пляждағыдай жатпайсың, ертең қуырылған тауыққа айналасың дейді. Ямче-сама өмірден бойдақ болып өткісі келмейді, ал Гокуға тамақ болса болды. Көмекші айға қарап, бүгін ай толды және оның әдемі болып тұрғанын айтады. Гоку ай толған кезде алып монстр пайда болатынын айтқанда, Бульмалар ай қай кезде толмай жүр, ондай болса сол монстрды неге біз көрмейміз дейді. Гоку рас екенін айтып, ай толған кезде әлгі монстр атамды мерт қылды деп айтады. Маған толған айға қарауға тыйым салған. Айға қараған кезде мен есімнен танып қалдым. Сол кезде монстр атамды мерт қылды дейді. Бульмалар Гокудан қорқа бастап, бұрышқа ығысып, Гокудан айға қарамауын өтінеді. Далбан Гоку айға қарай салады. Кенет Гоку өзгере бастап, көз алдарында жыртқыш алып маймыл Кинг-Конгқа айналып кетеді. Маймыл Гоку Адудудың кришасын жұлып алып, өлтіріп тастамақшы болғанда, олар қорыққаннан флешті басы бозардай болып, вертолетке мініп тайып тұрады. Бульмалар шұжық болып кетпегеніне қуанып, енді Гокудың асқазанына түспеудің амалын іздей бастайды. Адудудың аяқ астынан намысы оянып кетіп, сарайға оралып, Кинг-Конгты өлтірем деп шешеді. Ұшағымен атқылап Гокуды құлатқанымен, керісінше одан сайын ашуландырып алып, қашып кетпекші болған ұшағынан да айырылып қалады. Бульманың аяғы тасқа қысылып шыға алмай қалады. Ямче-сама оны құтқарып алғанымен, Бульманы Кинг-Конг ұстап алады. Ямче-сама Гокудың құйрығына жармасқанда, оның әлсірегенін көріп, көмекшіге құйрықты кесіп тастауды бұйырады. Сол бойда Гоку өз қалпына оралып, жаңа туылған сәбидей болады. Адуду сарайынан да айырылып, тілегі де орындалмай қалып, Гокудың жанында жүрсе тек жолы болмайтынын түсініп, бас ауған жаққа кетіп қалады. Таң атып, Гоку құйрықсыз оянады. Тепе-теңдігін сақтай алмай, әрлі-берлі шалына береді. Ямче-саманың арманы сұлу қыз болатын, Бульманың арманы сері жігіт болатын. Сондықтан олардың арманы оларды тоғыстырып, тілегі орындалғанын айтады. Ямче-сама мен Бульмалар қалаға кететіндігін айтады. Гоку черепаша отшельникті тауып алып, өзінің одан сайын мықты жауынгер болуға тиісті екенін айтады. Олар бірін-бірімен қоштасып, бір жылдан кейін қайта жолығуға уәделесіп, жолдары екі жаққа айырылады. Осылайша Dragon Ball анимесінің 8-ші сериясынан бастап 15-ші сериясына дейін Император Пилаф атты аркасын аяқтайтын болам. Видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетулеріңізді сұрайым. Және міндетті түрде комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал енді келесі видеоға дейін көріскенше күн жақсы. Ақ ағарған ба.